Алтын Орда қаласы кезіндегі Сарайшық қаласы, кейінгі кезде Қазақ хандығы кезіндегі де қала қызмет атқарған. Ноғай кезеңінде де бұл қала өзінің үлкен маңызы болған. Қаланың территориясы қазіргі кезде мыңдаған квадрат жерді қамтып жатыр. Біз қазба жұмысын осы Сарайшықтың ортаңғы бөлігінде жүргізіп жатырмыз. Негізінен қазбаға жергілікті жұмысшылар алынып отыр. Бұл қаланың маңызы қазақ халқының хандығының құрылуында үлкен болған. Келесі жылы құрылтайға өтуіне байланысты бұл жерде кең көлемді қазба жұмысы жүргізілуде. Қазіргі кезеңде беткі қабаттарын аршу кезеңінде біз көптеген құмыралардың, әртүрлі артефакттарды табылуда. Сонымен бірге сол кезеңдегі салынған құрылыста, сол кезеңдегі таңдар, пештері, суға және қыш кірпіштен қаланған құрылыс объектілері табылуда.